Барлықтарыңызға ассалам алейкум. Бүгін үй жағдайында гүйру лагман дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен етімізді маринадтап аламыз. Қатып тұрған етімізді жұқалауға бетіп тураймыз. Кукуруз крахмалына 100 грамм салқын су құйып, жақсылап араластырып, етімізге құямыз. Бір жұмыртқа саламыз. Соя тұздығын құямыз. Тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Оған дейін көкөністерін турап дайындаймыз. Пиязымызды тураймыз. Болгар бұрышымызды тураймыз. Помидор тураймыз. Пекин капустасын осылай бір-бірден жұлып алып, жуып, оның қатты жерін ғана қолданамыз. Чесногымызды тураймыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Енді көкөністерді кезегімен қуырамыз. Ең алдымен пияз, кейін қызанақ, пекин капустасын саламыз. Томатымызды саламыз. Ең соңында болгар бұрышы мен чесногымызды саламыз. Тұздаймыз. Паприка қосып, жақсылап араластырамыз. Соя тұздығын құямыз. Жарты кесе суымызды құйып, қайнаған кезде өшіреміз. Енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнға 1 жұмыртқа салып, тұзды салқын су құйып, жақсылап қаттырақ қамыр илейміз. Иленген қамырымызды салафан пакетке салып, жақсылап жауып, жарты сағатқа қалдырып, оны жарты сағаттан кейін тағы да ең қандырып илеп, тағы да жарты сағатқа пакетке салып қоямыз. Қамырымыз әбден демалған соң, оны пакеттен алып шығып, ұзыншалап етіп тураймыз. Бөлінген бөліктерімізді қолымызбен осылай созамыз. Осылай жалпақтау ыдысымызды жақсылап майлаймыз. Сол жерге дөңгелете жинайтын боламыз. Жақсылап майлаймыз. Каждый салған сайын майлап тұру керек, бетін бәрін. Кеуіп қалу немесе бір-біріне жабысып қалу мүмкін. Тестамыздың бәрін созып алған соң, бетін жақсылап майлап, салафанмен жауып қоямыз. 15 минуттай тұрған қамырымызды тағы да созамыз. Жақсылап майласаңыздар, бір-біріне жабыспайды. Бәрін создық. Енді осыны 10 минутқа қалдырып, тағы да осылай созып шығамыз. Созылған қамырымызды осылай қолымызға жинаймыз. Столға осылай соғамыз. Суымызды жақсылап қайнатамыз. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Қамырларымыз салып, вилкамен ажыратамыз. Қақпағын жауып, қойып қоямыз. Осылай көтерілген соң, қақпағын ашып, салқын суға түсіріп аламыз.
салқын суымыздан алып жақсылап майлаймыз. Сонымен біздің тестамыз дайын. Подливіміз де дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.